Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді мега шоколадный капкейктер дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол барлық ингредиенттерді дайындап алып, сұйықтарды бөлек ыдысқа саламыз, яғни жұмыртқа, жылы сүт, сұйық май және 9% уксус. Осылардың барлығын араластырып қойып қоямыз. Енді құрғақ ингредиенттерге көшеміз. Ұнымызды, какаоны, соданы және тұзды бір ыдысқа араластырамыз. Ұн електен өтуі қажет. Каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Оның үстінен қантымызды қосып, тағы да бір араластырып қоямыз. Енді қамырымызды дайындауға көшеміз. Ол үшін сұйық ингредиенттер мен құрғақ ингредиенттерді араластырсақ болғаны. Дәл осылай өте оңай жасалатын кексиктер. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оны 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар, жақсы көтеріледі, себебі сода реакцияға түсу қажет. Осындай капкейк ыдыстарына жартылай ғана қамырдан құйып шығамыз. Бұл уақыт ішінде пешімізді қыздыруға қосамыз. 170 градусқа 25 минуттай пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға қантты қосып, миксерлеп аламыз. Оның үстінен сливкиді құйып, тағы да миксерлейміз. Барлық ингредиенттеріңіз кремге қосылатын салқын болсын. Сонда крем жақсы қою болып шығады. Енді кремімізді кондитерский мешокқа салып, осы капкейктердің бетінен жағамыз. Насадка номері менде 333. Өздеріңізге қандай ұнайды, сондаймен қолдансаңыздар болады. Крем жағар алдын біздің кексиктарымыз толық суып тұру қажет. Ортасынан бастап, осылай шетке қарай айналдырып кремді жағамыз. Енді красительдер қосып, кремдеріңіздің түсін ауыстырып, осылай әртүрлі капкейктер жасасаңыз болады. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып шығып жатыр. Келесі мен қызғылт түсті крем жасадым және оны көкпен бірге қосып саламын. Ақтан да араластырып жіберсеңіздер болады. Өте әдемі түс болып шығады. Міне. Міне біздің капкейктеріміз дайын. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Менің каналыма жазылып, бағалап отыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан қандай рецепттер күтіп жатырсыздар? Комментарийге жаза кетіңіздер. Сіздердің ұсыныстарыңызды қараймын. Сау болыңыздар.